Діни білімнің негізін өз елімізде алған абзал. Себебі ақиқат іздеймін деп сыртқа кетіп адасатындар көп. Бүгінде республикамызда бір университет, 9 медресе, 6 қарилар орталығы жұмыс істеп тұр. Бұған қоса мешіттердің жанында діни сауат ашу курстары да бар. Бастапқы діни білімді біз елімізде береміз. Содан кейін ғана жіберуіміз. Себебі бұған аса бекінбеген баланы біздер 17-тегі баланы жібере алмаймыз. Бірден жаңағы діни оқу орындары, медреселердің барлығы дерлік бізде тегін. Өйткені медресе деген діни оқуды біз тегін ұйымдастырамыз. Жататын жері, үш мезгіл тамағы. Діни және рухани білім беру мекемелері дербес ұйым саналмайды. Сондықтан білім және ғылым министрлігінің лицензиясын алады. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Алдымызда орналасқан бұл ғимарат Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан ресми түрде рұқсат етілген Астана медресесі. Бұл елордамызда 2007 жылдан бастау алып, осы уақытқа дейін қарқынды түрде жұмыс жүргізіп жатқан медресеміз болып саналады. Бұл жерде жылына 30 шақты шәкірт қабылданып, 30 шақты шәкірт бітіреді, 3 курстан тұрады. Исламтану мамандығы бойынша заманауи озық жүйеде білім беру жүйесін атқаруда. Толық таныстыру үшін ішке жүріңіздер. Қуандық Үшқоңыр медресесінің түлегі. Шариғат шарттарын меңгерген азаматты Түркиядағы Хасеки академиясында діни басқарманың өзі оқытты. 3 жылдан кейін елге оралған азамат қазір медреселердің бірінде ұстаз. Біздің 3-ші курстарға арналған біздің аудиториямыз. Бұл кітаптарымыз біздің осы медресе қабырғасында ілім алып жүрген шәкірттеріміздің білім жолындағы бағыттарына жол сілтейтін оқулықтар. Айтып өткеніміздей сараптамадан толықтай өтілген, рұқсат етілген кітаптарымыз, оқулықтарымыз осылар. Қазақстанда толыққанды діни сауат ашу, діни ілім алу толыққанды мүмкіндік бар. Бұған толықтай сеніммен айта аламын. Мемлекеттік тіркеуден өткен медреселердің оқу жоспарын Білім және ғылым министрлігі мен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бірігіп бекітеді. Ұстаздар қауымы да жіті тексерістен өтеді. Дәрістердің 60% діни, қалған 40% қоғамдық, яғни гуманитарлық пәндер. Абайдан бастап тарихты талдап, мәзһабты тереңнен меңгертеді. Шетелде оқығанымен ол жақтың әдет ғұрпын, салт дәстүріне ешқандай қарсымыз жоқ. Өзіміздің қазақтығымыз әрбір жерде. Қазақ болып туылдық, қазақ болып қаламыз. Ұлтқа, отанға және дінге қызмет ету көкейде болатын болса, бұл әрине ешқандай ойдың өзгеруіне әкеп соқтырмайды деп ойлаймын. Соңғы уақытта мемлекет дінтанушы мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру гранттарының санын арттырды. Мысалы, 2019 жылы дінтану және теология мамандықтарына 332 грант бөлінсе, биыл бұл көрсеткіш еселеніп отыр. Нұр Мүбәрак, Египет Ислам мәдениеті университеті, жоғары білімді әрі білікті дінтанушы, исламтанушы, араб және ағылшын тілдерінің аудармашыларын көп сатылы жүйе, бакалавр, магистратура, PhD докторантура бойынша даярлайды. Дәрісті белгілі доктор, профессорлар оқиды. Ислам әлемінің Гарвард атанған Әл-Асқар университетінің ғалымдары да осында. Кітапханамызда 100 мыңнан астам кітап бар. Бұл жерде басым көпшілігі араб және қазақ тілді кітаптар. Біздің осы университетті сабақ беретін ұстаздардың жазған кітаптары да осы жерде орналасқан. Біздің университеттің қабырғасында 1500-дей бала білім алып жатыр. Бұлар негізі 3 сатылы, 4 жылдық бакалавриат оқиды. Сабақ негізінен 4 тілде жүреді. Дәрістеріміз бұл әрине бірінші мемлекеттік тіл, екінші орыс тілі, араб тілі және ағылшын тілі.
Әл-Асқар университетінен 20 және 21 біз ғылыми атақ дәрежелері бар докторларды алып келіп отырмыз. Кез келген оқу орнында, мысалы шет мемлекетте, түрлі ағымдар, түрлі жамағаттар бар. Олар бірінші курсқа келген балдарды таңдап отырып, талдап отырып, өздерінің үйлеріне, өздерінің хужраларына, өздерінің бөлмелеріне, дәрісханаларына алып кетіп, сөйтіп сол жерде өздерінің идеологиясын оқытады. Бұл өзіміздің мемлекетімізде, елімізде баланың көзін, сауатын ашып алғанша дәстүрлі дінімізді үйрену. бет тұрған жастар араб тілін меңгеруге құштар болады. Араб тілін меңгеруге құштар болған кезде кейбіреулер араб еліне кеткенді дұрыс көреді. Оған ешкім құшақ жайып қарсы алмайды ғой. Оған стипендия жоқ, оған берілетін жатақхана жоқ, мемлекет тарапынан қолдау жоқ. Сол кезде не істейді? Кейбір ағымдардың, кейбір топтардың қолтығына барып кіруге мәжбүр болады. Елімізде шетелде теологиялық білім алудың ережелері бекітілген. Тәртіп бойынша діни білімнің негізін өз елімізде алғандар мүфтияттың арнайы жолдамасымен әлемнің 3 оқу орнында білімдерін тереңдете алады. Бірақ талапқа бағынбай, қауіпті будан торына түскендер бар. Солардың бірі Дәурен Сәбитұлы. Ақтөбе қаласының тумасы мектепте оқып жүргенінде интернеттегі уағызшыларды тыңдап, намазға жығылған. Қолына аттестат дегенде көсемдерінің кеңесі әрі улы уағыз күшімен шекарасады. Өркениеттен безініп, шатақ шариғаттың шиырына түседі. 2009-да оқу мақсатымыз шығып кеткен. 2009 жылы. Қай елде? Бірінші Дамаск қаласына бардым. Уақытта заңсыз медреселерде оқыдыңыз, Жоқ. Кәдімгі Абу Нұр Мағат институтында оқыдым, араб тілін. Кейін себептерім виза несі біткен болды. Кейін мен депорт қылып шығарып жібердім. Такфиризм осы дәстүрлі бағыттағы, біздің бабаларымыз ұстанған бағыттағы діни идеологияны айыптап, қатаң түрде негізсіз сынаумен ортаға шықты бұл идеология. Демек бұл тек қана діни емес, саяси, әлеуметтік жағынан да бұның зияндары бар. Кейбір топтар, кейбір ұйымдар осы бағытпен де пайдалану үшін такфирлік идеологияны алдыға шығып, соны құрал ретінде пайдаланып жатыр. Санасына халифат, мұсылмандарға ортақ мемлекет құру идеясы мықтап шегіленген Дәурен визасының мерзімі өтіп кеткенде де елге оралмайды. Ресейде 3 күн аялдап Түркияға бағыт алады. Бұл содырлар Шам еліне жиналыңдар деп мұсылмандарға үндеу тастаған уақыт болатын. Дәуренде ойланбастан содырлар сапына қосылыпты. Азан шақырып қойған есімін Әбдірахман деп өзгерткен ол Даиштің аудармашысы болып жұмыс істеді. Астанаға қайтып алған себебім арабша толық. Мен тек 1 жыл оқыдым Дамаскте. Арабша әлі толық меңгермегендіктен Қазақстаннан қайту өкінішті болды. Арабша үйренбей қайтып кету. Мақсатым жақсылап үйрену болғандықтан ары қарай жалғастырғым келді. Сол үшін Сирия, Араб Эмиратына бардым. Сол жақта оқыдым. Баласының шетелде теологиялық білім алғанын құптайтын атана көп жағдайда жат ағымның ықпалын ескермейді. Жауапкершілікті сырттағы ұстаз сымақтарға сыра салады. Қайда, кімнен не оқып жатқанын тексермейді. Тек тегін деген сөзге жіпсіз байланады. Ал адамды террорлық әрекетке тарту арналарының бірі діни оқу орындары екені белгілі. Себебі көпшілігі сол елдердің аумағында да заңсыз болып саналады. Түрлі күштердің қаражатына қызмет ететін марказдардың мемлекет бақылауынан тыс екені әлдеқашан дәлелденген. Жусан операциясымен елге қайтарылған Дәурен қазір түрмеде.
террорлық ұйым құрамында болған ол қапасқа 11 жылға қамалды. Өзіңіз адасып қана қоймай басқаларды адастырдыңыз, Солай деп ойлаймын.